Қазақстанның ең алғашқы астанасы Қызылордадан бүгін балаларымыз бүгінгі елордамызға Астанаға қарай жол жүргелі тұр. Ақ жол тілеймін барлығына. Назарбаев зияткерлік мектебі бүгінгі алдыңғы қатарлы республикадағы мектептердің бірі. Үнемі көштің басында жүреді. Біздің қызылордалық жас өрендер де осы мақсаттарынан шығып ертең көштің басынан көрінсін. Барлығына ақ жол туған елге тағзым етіп қайтсын. Астанаға келіп жеттік. Алдағы 10 күн ішінде біз осы өңірдің тарихын, мәдениетін, инновациялық объектілерін және де архитектуралық құрылыстарын зерттеп, жан-жақты мағлұмат аламыз. Олай болса, келдік! Балғынсың жас қайыңдай өстер бетеле, өстер бетеле, өстер бетеле. Жәннаттай жан біткенді ел жүретесің, ел жүретесің, ел жүретесің. Біз үшін жәннат қала сен жер бетінде, сен жер бетінде, сен жер бетінде. Елінің жүрегі жарқырап жайнай берші, сен Астана өзіңе арналады ән дастаным. Қашанда саған іңкәр менің жаным, жастықтың жалауы бол сен Астана. Аңсаймын, армандаймын пәк жүрекпенен, пәк жүрекпенен, пәк жүрекпенен. Астана жайнардайым мен тілеп келем, мен тілеп келем, мен тілекшінем. Елімнің жүрегі жарқырап жайнай берші, сен Астана өзіңе арналады ән дастаным. Қашанда саған іңкәр менің жаным, жастықтың жалауы бол сен Астана. Жарқырап жайнай берші, сен Астана өзіңе арналады ән дастаным. Кітап асыл қазынаң деген. Кітап осы әлемдегі ең сабырлы ұстаз деп есептеледі. Демекші, біздің бүгінгі туған елге тағзым атты экспедициямыздың аясындағы екінші күнінде біз Қазақстан Республикасының Академия кітапханасына ат басын тіредік. Мұнда жалпы кітап қоры 2,5 миллионға толықталған. Қазіргі уақытта бұл жерде 800 мыңнан астам кітап қоры сақталған. Бізді бұл кітапхананың қызметкерлері өте жақсы қарсы алды. Біз Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары осы кітапхананың қызметшілеріне алғысымызды айтамыз. Жарқырап жайнай берші, сен Қашанда саған іңкәр менің жаным, жастықтың жалауы бол
Астана күнімен қатар тойланып жатқан, қатар өтіп жатырған біздің жастар үшін тарихқа деген тағылымды арттыратын, отаншылдық, сүйіспеншілікті арттыратын туған елге тағзым экспедициясы қызылордалық өрендер үшін әлі де жалғасуда. Бүгін тарих беттерін тағы да бір рет ашып, нағыз тарихтың дерек көздеріне айналған Қазақстан Республикасының ұлттық мұрағатына келіп тұрмыз. Аскарлап, карлышын аялаған ән күйсім, туған жер армысың, саған мың алғысым. Сыр еліне, ел ордасы астанаға Тілегім өзің деп үнемі сағады жүрегім. Туған жерім, туған елім, ардақтағаным айбыным, арманымсың арман, туған елім. Асқар нілім, шалқар гүлім, құшағын жайған айдыным, мәңгілікке бармақ өзің ғана. Много слов сказано, сколько песен сложено, из стихов искренних на разных языках. О степях ветреных, снегом запорошенных, о тебе вечная цветущая земля. Своих детей храни, земля, пусть ночи будут мирными. У нас на всех одна страна. Своих детей люби, земля, мы вместе будем сильными. Ведь Родина... Рыбзавод, но после создания заповедника все это было ликвидировано, вынесено за пределы, и сейчас никакая хозяйственная деятельность на территории заповедника не ведется. Но тогда вот считали еще в тех 70-е годы, вот был самолет, весной и осенью считали птиц, считали млекопитающих. В Москве был центр кольцевания, кольцевали, и тогда мы уже знали, куда и откуда летят наши птицы. Арманымсың арман, думан елім. Асқар гүлім, шалқар гүлім, құшағын жайған айдыным, мәңгілікке бармақ өзің. Своих детей храни, земля, пусть ночи будут мирными. У нас на всех одна
bir toptan kanımız. Дүниеге келер бір рет дария кеуде толмысын, құрыштан құйған толмысын, қарттарым аман солмысын. Sensin armanı büyük sözsün, yürekten suyup sende canımın büyüğü, mekin Kazakistan. Allah'tan var. Үлкен қуанышқа бөлендім. Бақытты болыңдар балапандар. Мәңгіге жасау. Көрермендер үшін туған елге тағзым экспедициясының соңғы күндері жақындап келеді. Оқушылардың көңілінде қимастық сезімі болса да, біздің экспедициямыз әрі қарай жалғасын табуда. Мұндағы президенттің, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жеке аттары өсіріледі. Осы біз отырған арба 4 ат жегіліп, оның бағалары да орасан зор деп айтады. Бағасын бізге әзірше айтқан жоқ, қандай баға екенін, бірақ алдағы уақытта оны білетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар достар. Жүрек